2006 жылғы 7 қаңтарда Қазақстан Республикасы президентінің арнайы жарлығымен Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні ресми түрде қазақ елінің гимні болып қабылданды. Шәмші бұл әнді 1959 жылы үлкен тебіреніс үстінде жазыпты. Жүрегі нәзік композитордың әнді шығаруына кеңестік үкіметтің солақай саясаты себепкер болды. Расымен де, өткен ғасырдың 50-ші жылдарының ортасында Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру жұмыстары жүрді. Жұмыс күші керек болып, сол кездегі КСРО республикаларынан қоныс аударушылар қарқыны толастамады. Тың және тыңайған жерлерді игеру саясатын жоққа шығаруға болмас. Бұл жерде айтпағымыз, осы саясат арқылы қазақ жерін бөлініске салу, республиканың тұтастығына сызат түсіру секілді мақсаттар жатқан болатын. Кеңес үкіметінің басындағылар Қазақстанның тың даласын, яғни солтүстік облыстарды Ресей тарапына қосу пиғылын жасырын жүргізді. Мұндай жымысқы саясатты түсінген қазақ халқының патриоттары ата-баба жерін сақтап қалуға талпынды. Шәмшінің «Менің Қазақстаным» әні де міне осы қарау саясатқа қарсылық ретінде жазылған болатын. Осы ән арқылы халықтың рухы көтерілді, еңсесі тіктелді. Басқасы басқа, ұлы композитордың өзі бұл турасында: ол тұс Ақмоланы Целиноград атап, сол жақтағы 5 облысты бір өлке етіп, оны Ресей жаққа бермекші болып жүрген кез еді. Осының алдында ғана оңтүстік Қазақстанның нағыз қазақи 3 ауданы Өзбекстанға берілген болатын. Қазақ жері осылайша бөлшектелгелі жатқанда, оның асқақтығын жырлайтын әнұран қажеттігін сездім. «Менің Қазақстаным» солай туды. Өлеңін Жұмекен Нәжмеденов жазды. Әнді радиоға Жамал Омарова жаздырды да, ол ән біздің өтінішіміз бойынша күніне бірнеше рет беріліп тұрды. Бұл менің қасиетті қазақ жерін бөлшектеуге білдірген қарсылығым еді, деп айтып кеткен еді. Бірақ күлесіз бе, жылайсыз ба, кезінде кеңестік жүйенің қарғылы төбеттері әннің өне бойынан елдік сананың ұшқынын көріп, оның өлеңіне қатысты дау шығарған көрінеді. Сондағы ат шапандай қалап қосқандары, 7 жыл жоспары, 7 қыр асқаны, думанды бастады қазақтың жастары деген сол дәуірдің қозғаушы күші коммунистік партияның 7 жылдық жоспарын ұлықтауға арналған шумақ болған. Шолақ белсенділердің әрекеті анекдотқа бергісіз көрінсе де, халық та ақымақ емес қой, өз керегін шырқай берді, шырқап келеді. Әннің бастапқы мәтінінің өзі қай жағынан алып қарасаңыз да қазаққа күш жүгер беретіндей, астарынан кеңестік саясатқа қарсылық сезіліп тұратындай, оны билік басындағылар түсінетіндей болуына баса назар аударылған. Шәмшінің зайыбы Жәмила апамыздың тілімен айтқанда, назар аударыңыздаршы, алтын күн аспаны, алтын дән даласы, қазақтың кең даласын, жайқалған егінін көз алдыңа елестетпейсің бе? Осындай жеріңді қалай ғана сүймейсің? Менің елім, гүлің болып егілемін, жырың болып төгілемін. Еліңді, жеріңді сүюге, қастерлеуге шақырып тұрған жоқ па? Дүниені ақылмен ұғу мүмкін емес. Арада ширек ғасыр өткесін, осындай бір кездері ресми билікке қарсы шығарылған ән бүгінде тәуелсіз еліміздің әнұранына айналды. Ән құдіреті деген осы болар. Бәрін айтта, бірін айт. Бұл ән орындалғанда әнұран болмай тұрғанның өзінде көкіректе ұлтқа, елге деген бір ерекше сезім оянып, патриоттық күйге бөленіп, орнымыздан тұрып кеткенімізді білмей қалатынымыз құпия емес. Бойыңа еріксіз күш, рух беретін де осы саз.
Мәселен, 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында жастар алаңға осы әнді ұран етіп айтып қасқайып тұрды. Шындығына келсек, ешқандай да қағаз бастылықсыз халықтың өз ықтиярымен «Менің Қазақстаным» сол күні-ақ әнұранға айналған болатын. Рас, желтоқсан көтерілісі ол қазақ халқының тарихында болған ақтаңдақтардың бірі. Дегенмен, осы оқиғаның ақиқатының әлі күнге жөнді ашылмай келе жатқаны да жанымызға батады. Сондағы әлі күнге тарқатылмаған түйіннің бірі осы оқиғадағы «Менің Қазақстаным» әнінің рөлі. Желтоқсанның жойқын желі Қазақстанның барлық түкпір-түкпіріне жетіп, құлдық бұғауын үзіп, отаршылдықтан босаған жаңа егеменді мемлекеттерді дүниеге келтірді. Өз кезегінде «Менің Қазақстаным» әні уақыттың сынынан ешқандай өзгеріссіз өткен, халық жүрегінен орын тапқан ұлттық әнұранға өте лайық шығарма. Осы орайда бір айта кетерлігі, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін республиканың жаңа әнұранына байқау жарияланған болатын. Конкурсқа Шәмшінің де әні әнұран болсын деп ұсынылған екен. Бір қызығы, оның әні лирикаға жақын екен деген сылтаумен тіпті мемлекеттік комиссияға да жібертілмей қалыпты. Осы оқиғаның бүге-шүгесіне қатысты айтулы автордың алдын көрген жолдастарының бірі Оразбек Бодықов Шәмші Қалдаяқов туралы жыр кітабында татымды деректер қалдырған. Оның айтуынша, сондағы біреулер алаңға шыққан жастардың ол әнді желтоқсан оқиғасы кезінде өздеріне әнұран еткенін білсе де білмеген бола қалды. Жазушы өз еңбегінің тағы бір жерлерінде ол ма? Кешегі желтоқсан партиясы, бүгінгі желтоқсан жаңғырығы қозғалысын ұйымдастырушылар сол желтоқсанға рухани қару болған Шәмшінің әнін де өзін де ауыздарына алған жоқ деп реніш білдіреді. Бірақ шын дарын, асыл туынды халықтың жүрегінен орын алса, ол өз биігіне шықпай қоймайды. Бұл да сондай бір ғажап құбылыстың шынайы өмірдегі нақты бір дәлелі. Иә, мемлекеттік әнұран елдің музыкалық, поэтикалық эмблемасы, әдеби сәзді төлқұжаты. Ол халық жүрегінің лүпілін тұмар ғып түйген музыкалық сәлемхат іспеттес. Оның сазы мен сөзі, сипаты мен мақсаты жағынан бір тұтас шығарманың құрамдас қос қанаты тәрізді. Мемлекеттік әнұран да елдің намысының туы, арының айнасы, жоғарғы отаншылдық рухының көрінісі ретінде қараған жөн. Соған лайық ән мен сөз табу қай халықтың да арманы болса керек. Әнұран қашанда дәуір рухынан туады. Халықтың тағдырымен байланысты ойларды дәлелдеп, халықтың жүрегін билеген ортақ сезімдерге негізделеді. Қазақстан Республикасының гимнінің мәтіні де оны өмірге әкелген тарихи кезеңнің туындысы.